рахмет айтамыз. Және сізге кәсіподақ ұйымының атынан денсаулығыңызды жақсылап қайтуға мынау шипажайға деген ақшамыз. Зор, өздеріңіз білесіздер, қаншама еңбек етті, қанша баланы ұбт-дан шығарды. Егер денсаулығы болғанда, биыл да біздермен қатар жүріп, осындай керемет оқушы шығарар еді. Қане абай, құрметті Атырапар ағай, сізді ең бірінші денсаулығыңыз мықты болсын. Мына зейнетке шығып жатырсыз, бейне осы уақытқа дейін еңбек етіп, бейнетін көрсетіңіз, енді зейнетін көрсін. Отбасыңызда аманшылық, балдарыңыздың, немереңіздің алдында аман есен жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз, ұмытпаймыз. Құрметті коллектив, мен коллективімде әр уақытта сіздердің мақтанышпен айтуым болады. Өзі адам ойланады екен. Осы коллективтен кетер кезде өткен өмірге көз салып қарасам, 1980 жылы Алтынсарин мектебінен жұмысты бастаған екен. 43 жыл ішінде тек қана Алтынсарин мектебінде ғана болдым. Сондықтан Алтынсарин мектебінің мұғалімі бұл кез келген адамның қолына келе бермейтін нәрсе. Сіздер мақтан тұтыңыздар мектеп. Мектептің абыройы сіздердің абыройыңыз. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызға, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Жаңа оқу жылында жаңа жетістіктерге жетіңіздер, дендеріңіз сау болсын. Отбасыларыңыз аман, ата-аналарыңыз, бала-шағаларыңыз барлығы аман жүрсін. Мектептің әкімшілігіне, сіздердің барлықтарыңызға шын жүректен алғысымды айтамын. Әрқашан аман болыңызды, биіктен көрінулеріңе тілектесін. Я хочу действительно сказать, что обратиться к молодому поколению. Учителя, молодые специалисты, обратите внимание на учителей, которые много лет отдали свою жизнь именно своей профессии. Это люди с высокой буквы. Несмотря на то, что, может быть, немного подводило здоровье, но сила, хватка, желание учить, желание бороться, желание знать, что какая профессия у тебя, потому что перед тобой стоят дети, и они шли, они давали именно свой опыт, они передавали знания, они учили, они действительно учили детей. Я помню, ағайдың қанша керемет оқушы болды. Сол кезде сынып жетекші болды, ол бір бетін. Ағай деп балалар келеді, қорқады, формамен келеді, кешікпей сабаққа келеді. Ағай постоянно сабаққа кіріп, балалар дайынсыңдар ма? Я, ағай, біз дайынмыз. Вот эти слова никогда не забуду. Дети обещали учителю и давали слово, и сдерживали это слово. Не үшін, потому что, ағай, вот действительно человек с большой буквы. Поэтому, учителя, мы учим детей, и все зависит от нас. Если вы будете вкладывать в это, как наше взрослое поколение, как наши учителя, то я думаю, что наши ученики будут самыми лучшими. Хорошо, что есть такие учителя. Рахмет сізге көп. Құрметті Абдығаппар ағай, рахмет сізге көп.
көп сіздің жолыңызды біздің бәрімізге берсін. Осы 10-шы сыныбында өзімнің бір тосқан інім оқиды, осы сіздің сабағыңызға мүлдем қалмайын деп қатысып отырады да, сонша сыйлаған сондай. Өмірде айтады ғой, негізі жаман оқушы болмайды, жаман мұғалім болады деп. Негізінен көптеген мұғалімдерден оқушылар қашады былай тура мағынада айтқанда. Ал сізге жан таласып сабағыңызға барып қатса, соған қатты қуанамын, сізге қатты қызығамын, сіздің жолыңызды бізге берсін. Жасаңыз рахмет сізге көп-көп. Уақытымызды алмайық, Айша апай, Разия апай, ортаға келіп, жаңағы бастаушының өзінің сыйлығы бар екен, табыстадыңыздар ма? Иә, келіп, осы кісілерді тұрып бәріміз жақсылап шығарып салайық. Келіңіздер.